Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге инстаграмнан қайта-қайта алдымнан шығып жүрген осы салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады екен. Жасалу жолын бірге көрейік. Ең алдымен сұйық май, осындай табиғи менде ноқатты суға жібітіп, одан кейін пісіріп алдым. Кунжут, корнишон және де осындай көк шөптер, қызыл пиязымызбен суға піскен 2 қызылшамыз керек болады. Егер де сіздің пиязыңыз қатты ащы болатын болса, оны жұқалап турап аласыз да салқын суға 15-20 минут батырып қоятын болсаңыз, пияздың ащылығы кетіп, салатта қышқылдан бермейді. Яғни асқазанға изжога, яғни қышқылдықты оятпайтын болады. Сондықтан салқын суға салып қоятын боламыз. Көкөністерімізді жұқалап турап аламыз. Бұл жерде салат жапырағы және көк пияз, укроптың барлығын жұқа күйінде турап алдым. Негізінен бұл салатты мен инстаграмда қайта-қайта алдымнан шығып қоймай қойды. Сосын жасап көрейінші деп шештім. Жасап көріп едім, шын мәнісінде бұл өте керемет салат екен. Сондықтан сіздерді ұсынуға жөн көрдім. Піскен қызылшамызды жұқалап, ұзыншалап турайтын боламыз. Өз қалауыңыз бойынша формаларын келтіруге болады. Маған осы ұзынша көлем ұнағандықтан ұзынша турап жатырмын. Және жасалу оңай, тез болғанымен қатар пайдасы да өте көп. Дәрумендерге толы, бай салат екен. Сондықтан да міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ыдысымызға қызылшамызды, одан кейін осы корнишонымызды ұзыншалап жұқалап турап аласыздар да осы салатқа қосатын боласыз. Бұл салатта корнишон өте бір ерекше дәм береді екен. Қосып жасап көріңіз. Егер ұнамай жатырса, болмай жатса, қоспай жасауға да болады. Әрі қарай піскен ноқатымызды қосамыз. Сол ноқаттың жанында жаңағы қызыл пиязымызды да қосып, тұзымызды, қара бұрыш және де паприканы өте жақсы көремін. Бұл салатқа паприка да жақсы үлесім табады екен. Барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде табиғи салқын күйінде өндірілген кунжут майы, осыдан 3 ас қасық қостым. Егер сізде сұйық май болатын болса, сұйық май, оливковый масло қосуға болады. Жақсылап араластырамыз. Салатымызды бірден ұсынсаңыздар да болады дастарханға, немесе салқын күйінде 1 сағаттай қойып, кешкі асқа немесе таңертеңгілік асқа ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Және де бұл салаттың дәмін одан да келтіретін бұл жерде кунжут. Кунжутты білесіздер, мырыш, йодқа өте бай. Сондықтан да кунжутты аямай қостым десем де болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Осы дәмді салатты міндетті түрде жасап, отбасы мүшелеріңіздің алғысын алады деген сенімдемін. Сау болыңыздар.